Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге мен Қамажай. Бүгін сіздерге Trendyol сайтына каргоның адресін енгізуді көрсететін боламын. Алдымен маған лайк басып, қолдау көрсетіп жіберіңіздер. Себебі сіздердің әрбір лайктарыңыз менің бұл видеомды сіздерге активно көрсету үшін маңызды. Сіздердің лайктарыңыз сол үшін маңызды. Сіздерге активно көрсету үшін. Және де подписаться бөлімін басып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бұл видеоны егер жоғалтып алмаймын десеңіздер, өздеріңізге сохранить бөлімін басып, сақтап қойсаңыздар болады. Ең алдымен мен сіздерге Trendyol сайтын қалай жүктеу керек, App Store'дан немесе Play Market'тен қалай жүктеу керек, және де соны жүктегеннен кейін, былайша айтқанда, договор сияқты официально сол сайтқа қалай официально тіркелеміз, соның видеосын сіздерге көрсеткен болатынмын. Бірінші сол видеоға қарап, сіздер официально тіркеліп алыңыздар. Одан кейін екінші кезекте біз каргоның адресін тіркейтін боламыз. Одан кейін үшінші кезекте мен сіздерге товарларды өздеріңізден қалай іздеп табамыз, және сол таңдаған алатын товарыңызды алу үшін қайсыны басамыз, қай жерлерін басамыз, және де карточканы, сол товарды таңдап отырып, карточканы тіркеуді көрсететін боламын. Осы үшеуі қатар бірге жүретін болады. Енді келесі кезегіміз, біз Trendyol сайтына каргоның адресін енгіземіз. Карго дегеніміз не? Ол бірінші сұрақ, иә. Карго ол біздің заттарымызды тасымалдайтын авиа және авто компания. Мен сіздерге Auzidо каргосының адресін ұсынатын боламын. Енді Trendyol сайтына кіреміз. Trendyol сайтына кіргеннен кейін хесабымды басамыз. Төмен жақтағы хесабым деп жазылып тұрады. Хесабымға кіргеннен кейін ең астыңғы жағында хесап айларым немесе хесап белгілерім деп жазылып тұрады кейбіреулерінде. Мына настройканың суреті тұр ғой, хесап айларым деп соны басамыз. Содан кейін адрес белгілерімді басамыз. Енді менде мына жерде 3 адрестің каргоның адресі енгізілген. Ал сіздерде ең алғашқы рет адрес енгізетін кезінде бұндай окошко шықпайды, адрес белгілерімді басқан кезінде. Сіздерде қазір мен скриншотқа түсіріп қойғанмын, осындай болып шығып тұрады, осындай окошко. Сосын сол жердегі мынау оранжевый адрес екілі дегенді басасыздар. Ал мен адрес екілі деген менде 3 адрес тұрғандықтан, менің адрес екілі мына жоғарғы жағына шығып кетті. Сіздерде кейін басқада карго тауып жатсаңыздар, осылай мен сияқты ең жоғарғы жағындағы адрес екілі дегенді басып, басқада адрестерді тіркеулеріңізге болады. Мен мына адрес екілені бастым. Ал сіздер ортасындағы тұрған оранжевый адрес екілені басасыздар. Ең алғаш рет адрес тіркегенде сіздерде солай шығады. Бастық, енді мына жерде ады сояды деп тұр. Енді бұл жерде сіздерге бірінші кезекте айтайын, адрестеріңізді мұқият, аты жөндеріңізді де, адресті тіркеген кезінде де мұқият қарап, тексеріп, бірде-бір әріптен қате кетпесін, соны қадағалаңыздар. Себебі адрес тіркеген кезде егер сіздерден әріптерінен бір сандарынан қате кететін болса, онда сіздің товарыңыз келмей қалады, адасып басқа жерде қалып қалады. Сол үшін қателеспеңіздер, адреске келгенде асықпай, қайта-қайта қарап, өздеріңіз үшін жақсылап қарап тіркеңіздер, және жазған кезінде де адрес әріптерін, сандарын қателеспеңіздер. Енді ады дегенге біз атымызды жазамыз. Атым. Өздеріңіздің аттарыңызды жазасыздар бұл жерде де. Менің атымды жазып қоймаңыздар, өздеріңіздің аты жөндеріңізді жазасыздар.
адыға атыңызды, соядыға өздеріңіздің фамилияңызды жазасыз. Өзіңіздің, менің емес, өзіңіздің, қателеспейміз. Ады, мен өзімнің атымды жазамын, сіз өзіңіздің атыңызды жазасыз. Қамажай. Сояды, фамилиям. Есіркепова. Сіз өзіңіздің фамилияңызды жазасыз. Келесі үшінші телефон дейді. Телефон жазамыз. Телефон, мен неге телеграм каналына 3 контакт қойып қоямын. Сол 3 контакттың біріне жазасыздар. Сіздер ең алдымен код алмай тұрып, осылай толтырмай тұрып, жаңағы адресті осындай етіп толтырмай тұрып, сіздер ең бірінші 3 телефонның біріне жазасыздар. Мен телеграмға салып қоямын. Сол біріне жазып сұрайсыздар. Код алу 1000 теңге, оны маған емес, сол жақтағы каргодағы отырған кісілерге төлейсіздер. Оны сол кісілер өздеріне, жаңағы сіздер код алатын кезде айтасыздар, мен код алайын деп едім, адреске тіркелейін деп едім, код алайын деп едім, қай номерге мен төлем жасаймын деп сұрайсыздар. Сосын ол кісілер сіздерге голд номерді жібереді. Голд номерге төлем жасағаннан кейін чекті скопировать етіп, сол кісіге жібересіз. Одан кейін барып айтасыз сол кісіге, мен адрес толтырамын, сол жердегі телефон номер, сіздің номеріңізді осы WhatsApp-тағы осы номеріңізді жазып қоя берейін ба, осы номерді жазып қоя берейін ба деп сұрайсыз. Я осы номерді жазып қоя беріңіз десеңіздер, сол номерді жазып қоясыз. Немесе жаңағы 3 контактының бірін жазасыз. Өзінен сұрайсыз, өздері айтады сіздерге. Міне 3 контактты жіберіп қойған болатын. Мысал алғанда, мен мына жерден екінші номер тұр ғой, Кенже Турция деп, сол номерді тіркеймін мысалы. Мына алдында +90-ды жазбаймыз, 552. Қатесіз қайта қарап жазасыздар. 552 878 30 28. Енді келесі ил дейді. Ил дегеннің үстін басқан кезінде осылай шығады. Ол жерге Стамбул дегенді қоямыз. Мін Стамбул өзі бірінші тұр. Сосын мына жердегі секті басамыз. Сосын автоматически астына түседі. Бұл жерге астындағы Фатихты таңдаймыз. Тағы да секті басамыз. Сосын үшіншісі мақалаға түсті. Ал үшіншіге Катим Касым мақаласын таңдаймыз. Катим Касым мақаласы. Катим Касым мақала. Сек. Енді астында адрес деп тұр. Осы адреске мен телеграм каналға адресті қойып қоямыз. Соны скопировать етіп, осында қоя салсаңыздар болады. Мынау біздің адресіміз. Соны аламыз да скопировать етіп, осында қоямыз. Сосын қасына өзіміздің номерімізді жазамыз. Өзіміздің қосылу тұратын номерімізді жазамыз. Мысалы, мен номерім жазамын. 8747 329 1889. Өздеріңіздің номеріңізді жазыңыздар, менің емес. Сосын оның қасына Қазақстан деп мемлекетімізді жазамыз. Қазақстан деп өзіміздің мемлекетімізді жаздық. Енді астына Аузида карго деп жазамыз. Аузида карго деп жазамыз. Карго. Міне, астына Аузида карго деп жаздым. Міне, осылай жаздым. Енді қайтадан тексереміз. Атыңызға өз атыңыз, сояды өзіңіздің фамилияңыз, телефонмен бағана түсіндіріп айтқандай, Стамбул, Фатих, Катим Касым мақаласы, адрес жаздық, қасына телефон номерімізді жаздық, Қазақстан деп жаздық, одан кейін Айзидо карго деп жаздық. Міне, енді мынау Бирюссель дегенді басамыз. Сосын қараңыздар, осылай толтырып қойып қоясыздар да, жаңағы сөйлескен кісіге осыны осылай қойып тұрып скриншотқа түсіресіздер.
скриншотқа түсіріп жаңағы кісіге жібересіз. Міне толтырып қойдым, кайдетті қай кезде басайын деп. Сосын ол кісі тексеріп былай нелеріңізді көреді. Сосын тұрады да сізге кайдетті бас дейді. Кайдетті сол кезде басасыз, міне мынау оранжевый тұрғанды. Кайдетті қалай болса солай баса бермеңіздер, кодты айтатын кезде ғана басыңыздар. Оңды соңды өзінің орынсыз баса бермеңіздер. Себебі оларға деген сіздерден басқа да бөлек қаншама адам мысалы код алып отыр. Солардың кодтары кезекпен кезек, кайдетті басқан кезде кезекпен кезек кодтар келіп отырады. Сол кезінде қателесіп кетеді. Сіздікі де сөйтіп қателесіп кетеді. Сол үшін сол кайдетті олай баспаңыздар, басуға болмайды. Ол кісі сізге кайдетті бас деген кезде ғана басасыздар. Осылай кайдетті басқан кезінде сіздерге мынандай болып окошко шығады. Мынау үстіңгі жағында секунд сияқты 300 секунд береді. Сол секунд ақырындап азайып тұрады. Сол мынау үлкен мынау тұрған окошкаға жаңағы сіздерге код береді. Сол кодты аласыздар да сол кодты сол жерге жазасыздар. Сосын барып мынау астындағы оранжевыйды басып сақтап қоясыздар. И уже содан кейін сіздерде адрес, каргоның адресі сақталып тұрады. Сонымен сіздер уже осы адрес карго арқылы заттарыңызды осы каргоға заказ берген кезде осы карго арқылы заттарыңыз келетін болады.